Астана қаласындағы педагогика институтының тіл, әдебиет факультетіне түсіп, оқып жүргеніме жарты жылдан асқан. Студенттік жат өмірге бірте үйреніп келемін. Сабақтан бас көтермеймін. Бір бөлмеде 4 жігіт жатамыз. Татуымыз ауылдан келген талқан, сөк, қалта, құлтаны ортаға салып бөліп жейміз. Қала рәсіміне де бейімделе бастағанмын. Ауылдағыдай емес, бас аяғыма қарап, жинақы жүретін болдым. Алғы курстегі студенттердің жүріс, тұрысына еліктеймін. Шалбарды қырлай киюді де үйреніп алдым. Түнде жатарда су бүркіп төсек астына салып жатсаң, азанда өтектегеннен бірде кем емес, қырып шақтай боп шыға келеді. Кино, сауық кештерінен де қалмаймын. Сауық кештеріне барғанда бір қысылатыным би білмеймін. Ауылдан келгендердің көбісі сондай. Басқалар биге түсіп жырғап жүргенде біздер қалтарыс бұрышқа тығылып, көзіміз жәудіреп тұрғанымыз. Осы кезде ойласам, ең алғаш көкірегімізге шоқ түсіріп, бойымызға жігіттік желік бітірген сол сауық кештер екен. Бойжеткендер көп еді. Біздің курста да 7 қыз бартын. Бәрі де ажарсыз емес. Бірақ та солардың ішінде Ақтөбе жақтан келген Аңсаған деген қыз ауызға үріп салғандай өте әдемі. Жасаураған қарақат көзі мөлдіреп тұрады. Қос бұрым қара шашы тілерсегіне түседі. Аққұба өңі жаңа ғана моншадан шыққандай әрдайым албырап жүреді. Ашық, ақ жарқын. Басқа қыздардай қылымсымайды да, ызылып, сызылмайды да. Алғашқы кездескеннен ақ ішім Аңсағанға елден ерекше үйді. Ол да бір түрлі іш тартып жылы ұшырайтындай. Ашықтан ашық өзіне жақын тартады. Бірде ол менің конспектімді сұрап алып еді. Қайтарып берерінде, Қасым, қолың жақсы екен, әрі еш қатесіз жазады екенсің деген. Ойымда ештеңе жоқ, тын. Соның артынша, ақ біздің комсоргымыз, сақал мұртын күндіз қыратын сақа жігіт Танабек, қабырға газетін сен жазасың деп жатты да жабысты. Кейін білдім, қолы анық, маржандай тізілтіп сұлу жазады деп Аңсағанның мақтағанын естіпті. Оның мені жақсы көретінін мына бір оқиғадан соң көзім жеткен. Кешкі мезгіл еді, көк кастрюлімді көтеріп, тамақ пісіретін бөлмеге бардым. Электр жарығы жоқ. Сөк жібіткелі келгенмін. Көк кастрюлімді плитаға қойдым. Үлкен пеш жанында 2-3 қыз тұр. Назарлағаным әлсіз, бөлме іші күңгірт. Сексеуіл оты гүрілдеп жанған. Қасымға күйеуге шыққан қыздың бақыты бар ғой, тамақ істетіп қойып шал жиып жататын деп сылқ күлді маған таяу тұрған қыз. Бізбен бірге оқитын типік қара қыз. Тілінің бізі бар. Кілең өстіп шымшып алады. Жауап қатпадым. Кастрюліме сөк салып, сыры түскен ағаш қасығыммен бұлғап тұра бердім. Арманың сол шал жиып жату болса, сені алған жігіттің маңдайы не болар екен деді мен үшін қыздардың бірі жауап беріп. Аңсаған сыңғырлай шығатын даусы қатқыл. Мен үшін намыстанып қалғандай. Тұла бойымды етіп жұлын, жүйкем тартылған сымдай жайсыз күйге түстім. Содан ба, кенет қолымдағы қасығым кастрюль жиегін абайсыз іліп кетті. Алда масқарай. Қисайған кастрюльден қызған плита үстіне төгілген көже шаж етіп шашырады да, қара қошқыл көк түтін көміп жүре берді. Не істерімді білмей сасып қалғанмен кастрюльдің жиегінен ұстай алып едім, саусақтарым діз етіп жабыса қалды. Дереу қолымды тартып алдым. Кастрюль одан бетер қисайып, көже қып, қызыл сексеуіл шоғына барып қор құйылды. Бұл аралас қара қошқыл қою түтін бөлме ішін тұмандатты. Саусақтарым заматында күлбіреп шыға келгені. Қыздар күлкіге қарық болды. Аспазшы жігітіме болайын, қап, асығыс мақтаған екенмін деп әлгі типі қыз ішек сілесі қатады. Аңсаған қасыма ұшып жетті. Қап. Қолың аман ба? Аман. Ол қолындағы шүберегімен қорқырап жатқан кастрюльді жиегінен ептеп ұстап тартып алды да жерге қойды. Мен күйген саусағым шыдатпай бара жатқан соң үрлеп тұрғанмын. Күйіп қалған ба, кәне? Ол оң қолымның саусақтарын алақанына салып көрді. Ештеңе етпейді, қазір тұз себеміз. Саусақтарымның күйгенін елемеуге тырысып қыңқы демедім. Елпелектеп кеп, жан ашыр мінез танытқан қызға риза болғаным сондай, тұз сепкен саусақтарым ашып, шыбын жаным көзіме көрінсе де шыдап бақтым. Сыр берсем оның ықыласы зая кетердей сезіндім. Рахмет дедім де кастрюліме қарамастан жөнеп бердім. Күйген қолым қоярға жер тапқызбайды. Шыдамай сілкілей берем, бөлмеде жігіттер менің жанымның ауырғанын елеген жоқ, оларға күлкі керек. Қатын пашалықты қой деп талай қақсадым.
Әй, сен де қызықсың, онда қыздар бар ғой. Қап, бәрінен де қайран сөкті айтсаңшы. Оларға ашуландым да тысқа кетіп қалдым. Қараңғы түн. Желкем, айналада жапырағы тоналған қарағаштар өксей шулайды. Жатақхана ауласының орта тұсындағы тал арасына, ағаш орындыққа кеп отырдым. Ойламаған жерден мазаққа ұшырағаныма ызаландым ба, денем қалшылдайды. Аяқ астында қобырап жатқан қу жапырақтардың желмен тысырлағаны миымды шағып жайсыз тиеді. Жаныма қолымның ашығаннан гөрі аналардың әжуасы батады. Өз жаны ауырмаған соң біреудің жанына батқан азапты не қылсын? Үңірейген қараңғы түн қойнында қанша отырғанымды білмеймін. Ашуымда күйген саусақ ашуы да басылайын деді. Бір кезде арт жағымнан әлдене тысырлады. Жер төсек жапырақтарды кешіп келе жатқан адам аяғының тысыры. Қасымсың ба? Иә. Аңсағанды іздеп келер деп ойлаған жоқ едім. Сасып қалдым ба, қипақтай орнымнан түрегелдім. Ол отырды. Мен де қайта жайластым. Қамығып отырсың ба? Деді ол. Жоқ. Сенің аналардың мазағынан қашып осында отырғаныңды біліп келдім. Қыздың сезімталдығына таң қалсам да ештеңе дегенім жоқ. Аяқ астындағы қу жапырақтарды жел қозғады ма, тысыр үдеп кетті. Жапырақтар ұшып жүр, деді қыз. Күз тонаған жапырақтар. Бір ауық үнсіз отырдық. Бүгін аспан көмеске екен, деді ол әуеге қарап, жұлдыздар көрінбейді. Күн желкем, сосын аспан бұлыңғыр. Тағы да үнсіздік. Қасым, сенің апаң бар ма? Жоқ, мен жалғызбын. Мен де солай. Біз мамам екеуміз. Әкем болса майданнан оралған жоқ, мен мамамды қатты сағынып жүрмін. Сен де шешеңді сағынған шығарсың. Үндемедім, ауылым жақын болған соң үйді онша-мұнша ойлай бермейтінмін. Сағындым деп өтірік айта алмадым. Қолыңның ашығаны басылды ма? Басылды. Жақсы, онда мен кеттім, жаурап барам, деп ол орнынан көтерілді. Ертең қолың жарамаса конспекті жазбай ақ қой, менен аларсың. Соны айтайын деп келіп едім. Мен оған ере қайтқым келсе де, орнымнан тапжылмай қалып қойдым. Белгісіз бір күш екі иығымнан басып тұрғызбады. Суық жел өтінде тұрғанымда осы оқиға есіме түсті.